Мама, біз Жандоспен сабақ оқып болдық. Ойнасақ бола ма? Иә, әрине ойнаңыздар. Өздерімен бірге Асланды алыңыздар қастарыңызға. Аслан, жүр. Бізбен ойнайық. Қанша рет тамақтануға болады? Мен қарным аш болса ойынға зауқым болмайды. Сен қанша келсең де балалармен бірге ойнамайсың. Олар сенің ағаларың ғой. Дос болу керексің. Жақсы онда, дұрыс тамақ ішуге де мүмкіндік бермейсіздер. Ол не деген, ішіп ал асықпай. Сіздер не ойнамақсыздар? Жүр біздің бөлмеге, сонда көрсететін боламыз. Өзіммен бірге мысығымды алсам бола ма? Керек емес деп ойлаймын. А неге, сен мысықты ұнатпайсың ба? Мен жақсы көремін, бірақ Жандос шыдай алмайды. Неге? Ол өте сүйкімді ғой. Қараңыздаршы, ол қандай муси-пуси. Иә, бірақ сонда да керегі жоқ. Ерлан, Аслан мысығын алып барсын. Ол біздің қонағымыз ғой. Жандос шыдайды. Ештеңе болмайды ғой. Жарайды онда, алып кел. Фу, көзін қылшына тіл білгені. Ешқандай да бірге емес. Тынышталшы, Жандос. Саған оны қолыңмен ұста деген жоқпыз ғой. Баяғыда қылшымады лақтыру керек еді. Сен не? Егер сені лақтырсақ тірі көрмейдің? Бұл деген тірі жануар ғой. Фу, мысығымен бірге кетші. Болды, доғарайық. Ойынымызды бастайық. Мен темір адам боламын. А мен бәтін болам. А мен кім болам? Сен халық боласың. Сен ұқсайсың, тек жасыл емессің. Өте күлгілі. Мен супермен болып ойнаймын. Бізде суперменнің маскасы жоқ. Сен ниндзя тасбақасы болып ойнарсың. Жарайды. Халықтан қарағанда ниндзя тасбақасы жақсылау. Сен онсыз да тұрсың ғой. Ей, болды енді. Мына ойынды ойнағым келіп тұрған жоқ менің. Мәссаған, мына доппе ойнасам бола ма? Жоқ, орнына қой. Ол менің добым. Жақсы, а бола ма ең болмаса мына ракетканы алсам? Жоқ, бұл менің ең сүйікті ойыншығым. Жарайды, сен бәпі ойнамайсың, ала ғой. Не дегенің? Жандос, саған кім рұқсат берді менің машинамды алуға? Қане орнына қой. Саған мама бір қораппен ойыншық алып берді ғой. Ойна өзіңнің ойыншықтарыңмен. Сен қандай салансың? Өзің сараң. Мен қалай ойнаймын? Егер сен бірде-бір ойыншығыңды бермейсең. Бастысы менің ойыншығыма тиіспесең болғаны. А мен қайдан білемін сенікі қайсы екенін? Алардың алдында менен сұра кімдікі деп. Одан да мен компьютермен ойнайыншы. Компьютер менікі, маған алып берді. Мен тек онымен ойнай аламын. Әйтеуір мысық сенікі емес пе? Мысығыңмен ойнай бер, қанша ойнасаң да. Кис. Мен саған айттым ғой, бүлге етпей насекомсыз лақтыл деп. Сен жарымсың ба? Оған неге олай еттің? Мұнда не болып жатыр? Мен өзімнің мысығыммен ойнайын деген сіздің балаңыз бөлмеден шығарып тастады. Жандос, мен саған қанша айттым? Тиіспе ол мысыққа деп. А мен айттым ғой, апалып тастандал деп түніме ұйқы білмейтін олап. Жандос, менімен сөз таластырма. Аслан біздің қонағымыз. Мысығымыз ұнап қалған екен, мысықпен ойнағысы келеді. Ойнайды, түсінікті ме? Қонағым жоланда не болыпты? Қане Жандос, сен бүгін жазаланасың. Ешқандай сауда орталығына бармайсың. Сәлем сіңілім, кіріңдер, тоныңдар ма? Сәлем Камила, сен қалай өсіп кеткенсің? Алдың көргенде кішкентай едің. Сабина, сенің қалың қалай балақай? Жақсы. Сәлем, айтпа, күн сайын емес, сағат сайын өсіп жатырмыз. Өзің қалайсың? Аслан қалай? Тентек болмады ма? Жоқ, о не дегенің? Бәрі жақсы. Әне ойнап жатыр. Камила, Сабина, бара қойыңдар балалардың қасына. Күртелеріңді бөлмеге шешіп, іліп қойыңыздар. Рахмет саған, сен шынымен өте жақсы жансың. Білмеймін, сен жоқ болсаң мен не істейтінімді. О не деген, сен менің сіңілімсің ғой? Сен ертең ұшатын болдың ба? Иә, егер кездесу ойдағыдай болса, онда ертең кешке кетемін. А сенде қандай жоспар бар? Аманшылықты күтемін, келіп қалар. Барлығымыз сауда үйіне, киноға барамыз деп ойлағанбыз, жай қыдырамыз деп. Камила үйде қалсын, ол кішкене жөтеліп тұр. Сондықтан. Жақсы, Жандос та бармайтын еді. Екеуі қалады үйде. Ол да ауырып жүр ме? Ол бүгін жазаланып жатыр, тентек болған үшін. Жұмсақтау болшы әпке. Жарайды онда, мен кеттім, такси күтіп тұр. Жақсы сүйдім.
Алло, Сәлем, қалайсыңдар? бәрі жақсы, сені күтіп отырмыз. Жинала беріңіздер, 10 минуттан болам. Аслан, Сабина, Ерлан, жиналыңыздар, папа келіп қалды. Жандос, сен үйде қаласың Камиламен бірге. Бірақ мама. Ешқандай да мама емес, сен бүгін жазаланып жатырсың. Бәрінде сәлем. Салам алейкум, маман жоға. Сәлем папа. Сәлем папа, мамам маған балуға ұқсат білмей жатыл. Әлия, не болды? Камила кішкене жөтеліп жүр екен, ал Жандос тентек болған үшін жазаланып жатыр. Енді мысыққа жақсы қарайды деп ойлаймын. Баяғы мысық па? Солай балам. Білесік, мамаң бастық. Камилаға қара, біз көп айналмаймыз, тез келеміз. Болды, кеттік. Ерлан, маған жартысын қалдырасың ба? Сен өзіңнің бургеріңді тауысып тастадың ғой, қалдырмаймын. Жарайды енді, қалдыршишы. Жоқ, қалдырмаймын деп айттым ғой. Қандай сараң едің? Өзің сараң. Аслан, тағы да алайын ба? Қарсы емеспін. Сабина, сен жегің келмей ме? Жоқ, мен артығымен жеп қойдым. Алыңыздар. Қалай, жақсы қыдырдық па? Кино ұнады ма? Я, мықты болды. Я, күшті кино болды. Я, папа, міне Жандос жарылып кетейін деп тұр. Шынында мен еш нәрсе түсінбедім. Барлық кинода бір-бірлеріне оқ атады, бірақ ешкім өлмейді. Бұл енді фантастика ғой. А сен білесің бе, чипсің денсаулыққа өте зиян екен. Бізге мұғалім айтты мектепте. Сонымен, Жеме оны. аға қазір, тыныш ештеңе істедің бе? Жоқ, не болды? Тыңда, Я, бұл не дауыс, сынып жатыр ма? телевизорында сұнбашы. Фу, шыққан. Енді не істейміз? Білмеймін, мен шыққаннан қалты қолқамын. Менде, олар жексұрын болады. Көмектесші. Қалама сен, қазір бір нәрсе ойлап табамын. Ерлан, Аслан болды енді. Қанша күтуге болады? Барлық ойыншық сататын бутикті аралап шықтыңыздар ғой? Мама, мұнау ең соңғысы, уәде берем. Жақсы, далада күтетін боламыз. Келістік, кеттік Аслан. Әлия, 15 минут болды. Жоқ олар, хабарлас Ерланға. Телефоны өшіп жатыр. Мен барып қарап келейін. Тек жылдамдатшы, мен тоңа бастадым. Сен оларды көріп тұрсың ба? Жоқ. Мүмкін олар көлік тұрағында болар. Кеттік, қарайық. Сауда үйінің бәрін қарап шықтым, ол екеуі жоқ. Мүмкін басқа жағынан шығып кетпеді ме екен? Дұрыс айтасың. Қай жағымен алып келді бізді? Біз барып кварталды өтіп шықтық қой. Сенің есіңде жоқ па? Осы шамаға папа тоқтаған еді ғой. Сенің папаның машинасын қойғанда сауда үйі көрініп тұрды. Амда еш нәрсе көрінбейді. Мамаңа хабар атшы. Менің телефоным өшіп қалды. Кеттік, кері сауда үйіне барайық. Біз іздеп жатырған бұл. Кеттік. Камен, мен жол қашып кеткен сияқты. Я, 20 минут болды тұрғанымызға, ал ол әлі көрінбейді. Төменге түсеміз бе? Түсейік. Мен келе жатырғанда мына ғимаратты көрмедім ғой. Біз адасып қалған сияқтымыз. Қызықсың сен, қалай адасамыз? Сен айттың ғой, мен жолды білемін деп. Жоқ, негізі дұрыс жолы осы еді. Енді не істейміз? Мен тоңып қалдым. Мұның бәріне сен кінәлісің. А неге мен? Сен кінәлісің. Түсінсіз жерге алып келген. Мана үйде болатын едік. А егер сен барлық ойыншық бутигін аралайық демегенде, Біз бірге араладық емес пе? Балалар, неге керісіп жатсыздар? Болмайды керісуге. біз ата-аналарымыздан адасып қалдық. Оның кесірінен. Дұрыстап айтасыздар ма? Есімдерің кім? Мен Ерлан,
Ал Аслан, ол менің ағайынды інім. Біз барлығымыз сауда үйіне қыдыруға келгенбіз ата-аналарымызбен. Сосын біз адасып қалдық. Қуаныштымын, мен Айман апайларың боламын. Мен сіздерге айтайын, сауда үйінен көп ұзап кеттіңіздер. Мүмкін ата-аналарыңызға хабарласармыз, номерлерін жатқа білесіздер ме? Жоқ, жатқа білмеймін. Бірақ менде телефон бар, тек өшіп жатыр. Шешілмейтін түйін бар ма? Мен мына үйде тұрамын, менде зарядка болу керек. Сіздің көмегіңіз өте қатты тиді. Келіңіздер, шай беремін, тоңып қалғансыздар. Бізге танымайтын үйге қонаққа баруға болмайды. Ата-анамыз рұқсатын бермейді. Жарайды, онда осы жерден күтесіздер. Мен телефондарыңды қуаттап келейін. 10 минуттай күтесіздер. Одан да шешкеніміз дұрыс бар. Я, келсемін. Қайда баруымыз керек? Тыңдашы, сіздерде мысық бар емес пе еді? Я бал, бірақ ол еншік мысық. Өзіңмен балып шыққан олар емес. Ол тек виски жеп сүт ішуді біледі. Қайда ол? Мен сол үшін бүгін жазаланып жатырмын. Оны ана білмей қамтастадым. Оны шығаруымыз керек. Бізге көмектеседі деп ойлайсың ба? Я, енді ол мысық емес пе? Я, дұрыс айтасың. Оны шығаруымыз керек. Одан да мына жерде жүрсін. Есікке дейін қалай барамыз? Мен ескеден жүгіріп барамын. Ал сен көшікті ұстап тұр. Егер шыққан жағдайда лақтырасың. Жарайды. Ал енді ол қайда? Мысықтан қорқып қалған сияқты. Уф, телевизорды қосшы. Сіз осы жерде тұрасыз ба? Келсемін, үй жаман көрінеді. Не істей алам енді? Таңдауға мені жағдайым келмейді. Сәлем, мама. Оу, менің алтындарым, қалайсыздар? Тоңбадыңыздар ма? Шамал жылды тағы да айырып тастады. Жақсы, ештеңе етпес, жылу пеші бар ғой. Балалар, менің балаларыммен танысып қойыңыздар. Марат пен Гүлмира, Ерлан мен Аслан. Олар ата-аналарынан адасып қалған, телефондарының қуаттары өшіп қалған, сондықтан зарядка керек, мамаларына хабарласу үшін. Ол қалай болды? Марат, саған қандай айырмашылығы бар оның? Зарядка алып берші. Ал сен, Гүлмира, дастархан дайындай бер. Сенде қандай телефон көрсетші? Нағам, бізде бар зарядка. Олай болса кеттік дастарханға шайға. Тағы да алып келші. Қазір. Камил, ол мында. Сізде тек шай, нан, май болды ма? Ыссы тамақ жоқ па? Аузыңды жап Аслан. Ондай сұрақ қоюға болмайды. Кешіріңіздер менің інімді. Кедейлерге ашуланатын сөз емес, біз барымызға шүкір етеміз. Ал балалар, менің сіздерге сыйлығым бар. Марат, Гүлмира, мына сіздерге, қонақтармен бөлісіңіздер. Ура, рахмет, мама. Жоқ балам, мен жеп алдым. Ең бірінші қонаққа беруің керексің. Ала ғой, Ерлан, бұл саған. Бұл сенің бөлігің ғой. Құдай атамызда бөлгеніміз қалады, мама айтқандай. Мен тойдым, шынымен. Ала ғой, Ерлан, торт өте дәмді, шаймен жерсің. Аслан, бұл саған. Жоқ, рахмет, мен де тойып отырмын. Тоқтаңыздар, менде сіздерге беретін бір нәрсе бар. Бұл сіздерге. Бұл бургер ма? Аха. Ешқашан жек көрмеппін. Не деу керек? Рахмет. Гүлмира, бұл саған. О, телефоным қосылды. Хабарлас. Алло, мам. Ерлан, сендер қайдасыңдар? Уайымдамаңыздар, бізде бәрі жақсы. Камил, ол мында. Қайда ол? Мысық мен өмірді құтқарды, мен қорқып тұрғанда. Болмаған ерегесі жасағандағын ба? Жоқ, енді бұл менің ең жақсы досым. Сіздер неге ұзаққа жоғалдыңыздар? Ол туралы естімегендердің жөні болар. Біз сіздерге тәттілер алып келдік. Келіңіздер ас бөлмеге. Аслан, мен саған ең үлкен бургер, өзіңнің жақсы көретін. Жоқ, мен жейім келіп тұрған жоқ. Рахмет. Сендерге не болды?
Ояусың ба, жандос? Не болды? Мә, бұл саған. Сен неге ұйықтамай жатылсың? Неге белдің маған түнде мына ойын шықты? Мен саған берем соны. Енді менің барлық ойыншықтарым сенікі болады. Компьютермен де ойнауыңа болады, қанша қаласаң да. Саған не болды? Бөлі дұрыс па? Жайын шейін. Мен енді сараң болғым келмейді.